801 есептің біріншісін шығарайық. Қосуды ауыстырымдылық және телімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңіздер дейді. Бірінші, 2,3 санына қосайық 1,7 санын. Қосылғыштардың орны ауысқанмен нәтижесі өзгермейді деген заңдылығымыз бар. Қосу 4,5-ке қосайық 0,5-ті. Қосу 0,6-ға қосайық 0,4 сан. Сонда 2,3-ке 1,7-ні қосатын болсақ 4-ке тең болады. Қосу екінші жақшамыздың нәтижесі 5-ке тең болады. Қосылған 1 нәтижесі сонда 10-ға тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 8,100-ден санына қосайық 1,199 сан. Қосамыз. Келесі жақшаға 9,108 санына қосайық 4,192 сан. Қосу 5,113 санына қосамыз 0,187 сан. Тең. Бірінші жақшаны қоссақ, нәтижесі 10-ға тең болады. Ал екінші жақшамыз 14-ке тең болады. Қосайық, үшінші жақшаның нәтижесі 6-ға тең болады. Сонда жауабы 30 болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 6,1091 санына қосамыз 0,209 сан. Қосу екінші 7,1083 санына қосамыз 2,1117 сан. Қосу келесі 3,1127 санына қосамыз 0,1373 сан. Тең. Бірінші жақша нәтижесі бізде 6,3-ке тең болады. Қосылған екінші жақшамыз 9,2-ге тең болады. Үшінші жақшамыз 3,5-ке тең болады. Сонда нәтижесі бізде 15,5, оған 3,5-ті қосатын болсақ 19-ға тең болады екен. Келесі 802-ші есебіміз қосындыны табыңыздар дейді. Біріншісі берілгеннен кейін тең деп жалғастырам. Берілгенін жазған жоқпын. Берілгеннен кейін тең. 9 санынан 0,9 санына азайтатын болсақ, нәтижесі 8,1-ге тең болады. Қосылған 8-ден азайтамыз 0,8-ді. Ол бізде 7,2-ге тең болады. Қосылған 7-ден азайтамыз 0,1 сан. Ол бізде 6,13 сан болады. Қосылған 6 санына 0,16 сан азайтатын болса 5,14 саны шығады. Қосамыз 5-тен 0,15 алатын болсақ 4,15. Қосылған 4-тен азайтамыз 0,14-ті. Оның нәтижесі 3,16-ға тең болады. Енді тең тиімді тәсілмен шығару үшін жақшаға алайық. Сонда 5,14-ке қосамыз 4,15-ті. Бір жақша алайық. Қосылған келесі 7,2-ге қосайық 6,13-ті қосамыз 4,15-ті. Қосайық 8,11 сан. Нәтижесі бізде 9-ға тең болады. 9 қосылған жақшаның іші 18-ге тең болады. Қосылған 8,11. Нәтижесі тең болады 35,11-ге. Так, 9, 8. Келесі екіншісін шығарайық.
екіншісінде берілген жазбайым, тең деп жалғастырамын. Орындайық. Так, 5,12 санынан 4,21 санын азайтатын болсақ, ол бізде 0,91-ге тең болады. Қосылған екінші жақшаны орындайтын болсақ, 1,91-ге тең болады. Үшінші жақшамыздың нәтижесі 2,91 болады. Қосылған 3,91 қосылған 4,91-ге тең болады. Яғни жақшаның нәтижелерін орындап шықтым. Тең деп жалғастырам. Қосатын болсақ, 14,155 санына тең болады екен. Келесі 803 есебіміз. Бірлік кесінді 1 см координата сәуле бойынан С нүктесі берілген, ол 8,3 нүктесінде орналасқан екен. Координаталық сәуле сызайық. С нүктесі берілген 8,2-де орналасқан. Осы сәуле бойынан С нүктесінің сол жағында А нүктесі берілген. Яғни А нүктесі қандайда бір жерлерде орналасқан. Және оң жағында В нүктесі кескінделген. В нүктесі. Мұндағы А-сы аралық бізде 6,2 сантиметрге тең екен. Ал СВ 2,8 сантиметрге тең. АВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз. Яғни мен арақашықтықты табу керекпіз. Сонда АВ кесіндісінің ұзындығы 6,2 сантиметр мен 2,8 сантиметрдің қосындысы. Сонда нәтижесі 9 сантиметрге тең болды екен. Сонда АВ-ның арақашықтығы 9 сантиметрге тең. 804 есебіміз. Тапсырманы бірінші жұмысшы 4 сағатта, ал екінші жұмысшы 5 сағатта орындайды дейді. Есеп бөлік бойынша берілген. Сонда 1 сағатта ол бірінші жұмысшы тапсырманың 4-тен 1 бөлігін орындайды. Ол дегеніміз ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,125 бөлігін орындайды 1 сағатта. Ал екінші жұмысшы 1 сағатта жұмыстың 0,2 бөлігін орындайды. Ал үшінші жұмысшы екінші жұмысшыға қарағанда 1 сағатта тапсырманың 0,1 бөлігін артық орындайды. Сонда үшіншісі 0,2-ге қосайық 0,1-ді, сонда 0,3 бөлігін орындайды екен. Енді үш жұмысшы 1 сағатта бірлесіп жұмыс істегенде тапсырманың қандай бөлігі орындалмай қалады дейді. Сонда бастапқы 1 деп алдық, одан азайтайық. Енді 0,125 қосылған 0,2 қосылған 0,3. Себебі үшеуі бірігіп орындағанда деп тұр. Сонда 1-ден азайтамыз 0,175-ті нәтижесі тең болады екен 0,125-ке. Яғни 0,125 бөлігі орындалмай қалады. Орындалмай қалады. Сегіз жүз бесінші есебіміз. Картоп, орамжапырақ және пияз барлығы 7 гектар жерге егілді. Картоп пен орамжапырақ 5,2 гектарға егілді. Сонда барлығы 7 гектар еді. Оның 5,2-сі
картоп пен орам жапырақ. Ал қалғаны ол бізде пияз болады. Сонда 1,8 гектар пияз екен. Пияз егілген жердің аумағы орам жапырақ егілген жердің ауданынан 0,5 гектарға кем дейді. Сонда 1,8 қосылған 0,35 оның нәтижесі бізде 2,15 гектар болады. Ол бізде орам жапырақ екен. Енді картоп неше гектарға егілді деп сұрапты. 5,2-ден азайтамыз 2,15-ті нәтижесінен болады 3,5 гектарға. Бұл бізде картоп екен. Есептің шартында картоп сұраған, ол бізде 3,5-ке тең